Осындай әдемі бомбонерке заказ алған болатым, давайте бірге жасайық. Ең алдымен өзіме керек шаблонды шығарып алдым. Сосын шаблондарымның барлығын кесіп алдым. Шаблондарым дайын болғаннан кейін олардың бәрін биговка жасадым. Биговканы осындай доска для биговки дегенмен жасадым. Өте ыңғайлы және тез жасалады. Енді шаблонымызды биговка жасалған жермен қайырамыз. Бұрыштарын углорезбен кесіп тастадым. Сыртқы беті дайын. Енді ішкі бетін сызықтар бойынша майыстырамыз, және де видеода көрсеткендей жинаймыз. Ешқандай клеймен клейлемедім, осылай ғана жинап қойдым. Сыртқы бетіне лента жабыстырамыз. Лентаны ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шықтым. Клей қатқанша лентамызды ұстап тұрамыз. Енді астыңғы бөлігімізді де осылай ыстық клейдің көмегімен клейлейміз. Тағы осындай наклейкасы бар, оны кәдімгі клеймен жабыстырдым. Дайын бомбонеркам ішіне птичье молоко салдым. Дайын бомбонеркамды жауып, әдемілеп лентамды орап бантик жасап, зигзаг қайшымен қидым. Бомбонеркам дайын.